Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз тауық аяқтарынан KFC жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызды алып, суымызды құйып аламыз. Сұйық май, тұз, имбир, қарабұрыш, чили, паприка. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызға тауық аяқтарын ең бірінші жуып, тазалап алдым. Салып осылай тоңазытқышқа 2 сағатқа мен қойып қойдым. Бетін фольгамен жауып қойып қоясыздар. Дайын болған тауық аяқтарын алып, осылай салып аламыз. Пешімізге 200 градусқа 15 минутқа шала 80%-ға пісіріп аламыз. Кішкене су құйып жібереміз. Бетін фольгамен жауып, пешімізге саламыз. Дайын болғанша ұнтақталған нанымызды және ұнымызды дайындап алдым. Ұнға 1 қасық тұз салдым. Және де 1 қасық паприка салып, араластырып дайындап қойдым. Және де жұмыртқаның ағын дайындап алдық. Ең бірінші тауық аяқтарын алып ұнға, жұмыртқаның ағына және де ұнтақталған нанға ұнатып алып, осылай дайындап алдым. Қызып тұрған майға 2-ден осылай салып шықтым. Қып-қызыл әдемі болып пісіп шығады. Байқаңыздар, кішкене май шашырайды екен адамға. Осылай пісіріп алдым. Сап-сары әдемі болып пісіп шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.